Сәлем достар, сіздермен бірге Дайреп. Бүгін бізде оңай ақша 2-ші сезон, және бұл 9-ші серия, және бұл соңғы серия, және 3-ші сезон қашан болатынын білмеймін, және кеттік. Бүгінгі схема әппақ. Бүгінгі әппақ. Бірақ білетіндеріңіздей ақ схемаға өте көп уақыт және ақша кетуі мүмкін. Бірақ мұндай схемалардан сен любой уақытта ақша табуыңа болады. Ал наоборот, қара схемалардан сен көп ақша табасың, және олар аз уақытта шығады, бірақ сен қара схемалармен всегда ақша таба алмайсың. Яғни тек бір рет таптың ба, одан кейін таба алмауы мүмкін, яғни шансы өте аз. Бүгінгі схема фриланспен байланысты болады, және бізге бастау үшін 3000-4000 теңгедей қажет болады. Ең алдымен осы сайтқа кіреміз және регистрация жасаймыз. Регистрация жасау өте оңай, қиыншылық тудырмайды. Енді бізге аккаунтымызды дамыту керек. Бұл үшін отзывтар керек. Отзывтарды жасап беретін адамға ссылка төменде. Және аккаунтты әдемілеу өте көп уақыт алады, яғни 1 или 2 ай алуы мүмкін, себебі жаңа аккаунттарға барлығы сене бермейді. Содан кейін заказдар іздейміз. Мысалы, міне бұл жерде бір адамға фотошопта логотип керек. Осы адамға өз услугамызды ұсынамыз. Уайымдамаңыздар, сіздерге фотошопты білу міндетті емес. Егер қабылдаса, сонда дәл сол сайтта шынымен фотошоппен айналысатын адамды тауып, соған манағы адамға керек логотипті жасатып аламыз. Біз қалай ақша таптық дейсіздер ғой. Логотип керек адам маған 5000 теңге берді. Ал логотип жасаған адамға мен 2000 теңге бердім. Мен сонда ортада жүріп 3000 теңге таптым. Осылай күніне одан да көп ақша таба беруге болады. Главное, страницаңыздың оформлениесі жақсы болса болды. Және тек қана фотошоппен емес, ол жақта өте көп заказдар бар. Және айтқанымдай бұған көп уақыт кетеді, бірақ сол уақыт кеткеннен кейін уже кәдімгідей күніне жақсы ақша таба беруге болады. Міне мен жаңаға логотип жасап берген адамға 2000 теңгесін лақтырдым. Және логотипті алдым. Логотип керек адамға жібердім. Ол маған 5000 теңге берді. Менде қалған 3000 теңге. Ал осымен видео аяқталды. Сіздермен болған Дайреп. Давайте.